Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның бір ерекшелігі басқа пайғамбарлардан. Алла тағаладан пайғамбарымыз сұрамай-ақ, Алла тағала оның ойындағысына жауап беріп отырған. Мысалға, Муса алейхиссалам «Рабби шрахли садри ва яссирли амри вахлул уqдатам мин лисани яфқаху қаули». Яғни «Рабби шрахли садри», «Я Раббым, менің көкірегімді аш» деп сұрады. Ал пайғамбарымызға Алла тағала «Әләм нашрах лака садрак». Көрдіңіз бе, пайғамбар сұрамай-ақ, сенің көкірегіңді біз ашпадық па дейді. Сол секілді білесіздер, алғашқы мұсылмандар Бәйтул Мақдис, Палестинадағы Ақса мешітіне қарап оқыды 16-17 ай. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам іштей қалап жүрген, Қағбаға бағытталса деп пайғамбар қалап жүрген, бірақ сұрамаған Алладан. Алла тағала «Фауалли вajhaka шатрал машрил харам, фалануаллияннака қиблатан тардаха». Көрдіңіз ба? Сені қалаған, іштей қалап жүрген құбылаңға бағыттаймыз. Соған бағыттал харамға, харам мешітіне деп, осы Кағбаға 16-17 айдан кейін пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мен сахабалар намаздың үстінде осы Кағбаға қарайды. Бізде бүкіл әлемнің миллиардтаған мұсылмандары барлығы осы Кағбаға қарап намаз оқиды. Яғни пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның Алла тағала басқа пайғамбарлардан артық еткен бір жағы, пайғамбарымыз сұрамай-ақ ойлағанын Алла тағала беріп отырған.